армысыздар, қадірлі қауым, қарт торғайдың, бүгінгі қосторғайдың қадірменді азаматтары. Мынау керемет бір конференцияда жиналып отырмыз. Ғалымдар болып, жерлестер болып, жалпы батырдың биік тұлғасы деген конференцияның атының өзі қандай. Шын мәнінде осы конференцияның жоғары деңгейде өтуіне байланысты жасалып жатқан шараларға, ашылып жатқан жиналған халыққа, жалпы батырдың рухына жасалып жатқан дүниелердің биіктен көрінуіне тілектес бола отырып, конференцияның жұмысына сәттілік тілеп, құтты болсын айтқым келеді. Мен конференцияға байланысты әрине арнайы баяндама дайындаған жоқпын. Себебі ол баяндаманы жасайтын кәсіби тарихшылар бар. Менің мамандығым химик болғанымен, осы тарихқа деген құлшыныс әрқашанда бір жағынан тартып тұратын, бір жүрегімнің орнынан бір бөлек алып тұратын жағдай. Бұның үстіне Амангелді Имановтың жалпы халық батырының осындай халық арасындағы жеткен батырлығының арқасындағы дүниелердің барлығы кезінде ұлт жанашыры ретінде ғылымның төрін биікке көтеріп, қазақ тілінің негізін қалаған, жалпы мына жезқазған қазақтың бүкіл байлығын қазынасын ашқан Қаныштың, Сәтбаевтың осы Амангелді Иманов туралы айтқан, жазған дүниелері аз емес. Соның бірі Қаныштың жазып өткен Амангелді батырдың бабалары деген мақаласы да бар болған екен. Себебі Қаныш 1944 жылы Амангелді батырдың 25 жылға қайтыс болғанына 25 жылына арналған жазушылар пленумында Амангелді батырды туралы өзінің ыстық лебізін білдірді. Сонда айтқан сөздерінің бірі, жаңағы Амангелді батырдың бабалары, оның ішіндегі туған атасы Иманның атақты Кенесарының қасында бір емес 10 жылға жуық батыр болып, ұлт азаттық көтерілісінде атқарған қолбасшылық қызметін жеке дара атап өткен екен. Әрине Қаныш Сәтбаевтың тек қана батырлар емес, осы ғылым жолындағы өзінің геолог қазыналарды ашудан емес, руханият саласында жасаған жұмыстары аз емес. Әдебиет болсын, мәдениет болсын, осындай көп дүниелердің бірі тағыдай егейліге деп, соны Жезқазғанның бойындағы бір қазақтың жаңа батырлардың арнайы түрде Мәскеуде 1927 жылы кітап ретінде жазып шыққанында бәрімізге белгілі. Әрине 1938 жылы Амангелдіге арналған фильмнің қазақ фильмде жасалып шығуы, сол фильм көп жағдайда Амангелдіні насихаттау мәселесінде үлкен рөл атқарғаны сөзсіз. Сондағы басты рөлді орындаған Елубай Өмірзақовтың Қанышқа деген құрметі шексіз болған екен. Міне осының барлығы бір-бірімен қабаттасып, бір-бірімен қабысып келген дүниенің бір бөлігі ретінде көрінеді менің өзімше. Міне бүгінгі күні ортамызда Батырлан ағамыз отыр. Амангелді батырдың туған немересі. Сонымен қатар Амангелді батырдың тағы немересі Бақыт ағамыз кезінде Амангелді туралы, атасы туралы үлкен Амангелді романын жазғанды білеміз. Сол романның қолжазба күйіндегісін шықпай тұрып, қолжазба түріндегісін Қаныш Сәтбаев оқып өзінің жақсы бағасын берген екен. Міне сондықтан да мен айтқым келетіні, менің атам Қаныш, мен Баянауылдықпын. Баянауыл топырағынан шыққан Қаныштың бір шөберелерінің бірі мен. Сондықтан аталарым дәріптеген Амангелдіні мен аялап қолымда ұстай беретін азаматтың бірімін деп санаймын. Әрине жалпы Амангелді батырдың орта Амангелді батыр. Оны жақсы білесіздер. 1916 жылы 25 маусым күні патшалы Ресейдің патшасының Николай II-ның шыққан жарлығы бүкіл қазақ даласын жалпы шығыс Түркістан дейміз ба, басқа дейміз ба,
жағдайына тұрғысы деп айтуға болады. Себебі оның жасыратын жоқ қара жұмысқа алу, негізінен окоп қазу, тағы басқа жұмыстарға салмақшы болған кезде оған дейін жасалынған жұмыстардың талайын білеміз. 1893 жылдан 25 жылда 1917 жылға дейін қазақ жерінің 4 о кезде десятинмен есептеледі, мысалы 4 десятиннің жерінің 25 жылдың ішінде 45 десятинға дейін 45 миллион десятинға дейін жерін айырылып қалғанын ол да жасырын емес. Сондықтан жерің кетіп жатса, өзіңді солдат қылып қара жұмысқа жегіп жатса, сен қалай шыдайсың? Сен қалай тұрмайсың? Қарсылықты көрсетпейсің. Сондықтан да Амангелдінің алғашқы болып 15.000 Торғай қаласында халықты, батырларды, жас азаматтарды жинап қарсы тұруы, кейіннен ол 20.000 қолға дейін көтерілуі қандай үлкен қарсылықтың қазақ елінде болғандығын көрсетеді. Сол 20.000 батыр халықтың армияның кезінде оған қарсы шыққан 18 атқыштар ротасы, 17 казачий войск, одан басқа бірнеше зеңбіректер мен тек қана пулеметтің өзі 10 болған екен. Әрине, қандай халық болса да анандай шикілтікпен, жайқа қанжармен, шаппармен дейміз бе тағдырын қосқанда, оған мынандай мұздай қаруланған патшалық Ресейдің әскеріне қарсы тұру өте қиын болды. Қаншама халықтың қаны төгілді. Әрине, бұл көтеріліс дейміз, ұлт азаттық көтеріліс деп жатамыз ғой. Көтерілісті басқандығын білеміз. Бірақ та қазақ даласында тек қана Амангелді батырдың үлкен көтерілісі ерекше қалды көздің халықтың алдында. Ерекше болып қалды. Бұл басқа далаларда қаншама осындай көтерілістер болған білеміз. Бірақ ең үлкені осы Амангелді батыр бастаған көтеріліс болады. Себебі Амангелдінің батыр болуы оның тегінің мықтылығы. Оның атасы, әкесі Дербай немесе атасы Иман Батырдың Кенесарының қасында қолбасшы болып жүруі. 10 жыл осы тағы да азаттық үшін біздің бүгінгі күні жас буынның тәуелсіздікті көріп жатқаны сол аталарымыздың арқасы. Ендеше игілікті істерді ізгілікпен қалдырған осындай бабалардың рухы әрқашан жасай берсін. Сөзімді аяқтай келе айтарым, өткен жылы жалпы Торғай дейміз, біздер енді Бағзыбайын ауылдан айтқаным сәлеміміз ретінде, өткен жыл біздің қазақ елінде өте биікті жыл болды. Бұл қазақтың ғұламасы Алаштың ақаны Абыз Аханның жыл болды, 150 жылдығы. Енді міне сол үлкен той биылғы батыры, Торғайдың батыры Амангелдімен жалғасып жатыр. Яғни қарт Торғай жанданып жатыр, жаңғырып жатыр дегім келеді. Жалпы бір ғой кезінде мен жаңа Қанышты тегін еске алған жоқпын. Жезқазған жерін Қаныш қалай көтерсе, кейінгі мынау арқалық Торғай қаласын үлкен еңбек сіңірген руханият жанашыры бұл Өзбек Жәнібеков болды. Мен бүгінгі күні қуанатыным Ұлытау облыс ашылып, соның басына Берік Әбдіғали сияқты қазақтың мықты азаматы барғанына қуанамын. Енді мен қуанғым келеді, осындай Торғай облыс ашылып, сондай бір тағы да қазақтың мықты азаматы барғанын қалар едім. Себебі Амангелдінің рухы сондай азаматты шақыртып дегім келеді. Ендеше конференцияның жұмысы жақсылықпен басталып жатыр. Барлығы құтты болсын. Келген ғалымдар, елден келген Қостанайдың азаматтар, мына Мәдениет министрлігі, оқу білім, жоғары білім және ғылым министрлігінің азаматтары келіп отыр. Барлығыңызға көп рахмет айтып отырып, Торғай халқына жақсылық пен қуаныш бақыт тілеп келеді.